өз өзіңді сүю бұл бір күнде пайда болатын процесс емес, бұл ішкі жол. Яғни этапы любви себе дейді ғой. Барлығы ауысудан басталады. Сен бір нәрсені жоғалтасың, күйрейсің, түсінбей қаласың. Сосын ол нәрсені жоққа шығарып, ішіне маған бәрібір болды все деген ой пайда болады, бірақ ол чувствоны сезіну ауыр болады. Мен өзімді аяйсың, жертвовать несесің. Именно почему я, неге мен, неге осыны айтып, мен өтіп отырмын секілді. Бірақ бір күні оның барлығын ойлап сабақ келеді, түсінік пайда болады. Бұның барлығы сынақ, сабақ, бір какой-то бір нәрсені үйрету мақсатында келген процесс екенін ойлайсың уже. Неде кейінгі этап бұл сол сәтті қабылдайсың да, сенің сол күннен бастап өмірің өзгере бастайды. Саналы түрде түсіне бастайсың. Значит, надо подумать, додуматься. Дейсің да, и уже саналы түрде ойлап, сол нәрсені қабылдап, соған қарай шешімдер қабылдай бастайсың. Әр эмоцияны түсіне бастайсың. Бұдан кейін алғыс пайда болады. Я Құдайым, осыны бергеніне де шүкір. Бұдан да хужысы болатын беті. Бұл нәрсенің болғанына да тәубе деп, тәубешілігің, шүкіршілігің және де келесі болатын этаптарға тәжірибең дайын болады. Осы кезде өзіңе деген құрметің артып, сол нәрседен сабақ алғаннан кейін уже пысықтана бастайды. Осыдан кейін этапы люби себе деген процесс пайда болады да. Өз-өзіңді деген жақсы көре бастайсың. Өз-өзіңді жоғалтқан кезде сен бүкіл нәрсені жоғалтқандай сезім процесстерін еске түсіресің да, и ойланасың, когда мен өзімді жоғалтқан кезде осындай случайлар болады деп. Сонда өзіңді құрметтеу, өзіңе деген махаббат, өзіңе деген сыйластық осы кезде пайда болады. Біз бірінші сначала барлығын сыйлап құрметтейміз да, и за это хотим ответ. Сол кезде разочарование, ожидание, реальность деген сөзден бәрі бекерден шықпаған. Өмірімізде всегда болады. Любой этап жизни болады по-любому. Мен оны өз басымнан білемін. Сондықтан ожидание, реальность дегенге, разочарование дегенге онша мән бермей, өзімізді сүйіп үйренуді күннен бастайық.